Биыл алғаш рет шағын футболдан атқарушы билік органдары арасында турнир ұйымдастырылып отыр. 4 әкімдік команданың басын қосқан дүбірлі жарыс Конституция күніне орайластырылды. Алғашқы ойын облыс және Мамлют аудандары әкімдіктері арасында өтті. Бірінші таймда командалар бір-біріне дес бермеуге тырысты. Ойынның екінші бөлімі облыс әкімдігінің айқын басымдығымен өрбіді. Қос құрамада кәсіби ойыншылар болмаса да, матч қарсы шабуылдарда өтті. Турнирдің бірінші ойыны өңір жетекшісі бастаған құраманың жеңісімен аяқталды. Барша солтүстік қазақстандықтарды Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мерекелік шаралар өткізілуде. Соның ішінде түрлі спорт шаралары да өткізіліп жатыр. Мінекей бүгін осы күнді пайдаланып, бізде 4 ұжым болып, облыс акиматы, қала акиматы, 2 ауданның акиматтары, командалары келіп, спортшыларды қатысып отырмыз. Жігіттер әрқайсысы түрлі секцияларға барып тұратын шығар. Бірақ қана біз алдын ала кәдімгідей дайындалған жоқпыз. Кәдімгідей мен ойлаймын, адам үнемі дайын болу керек. Кейін жасыл алаңда қала және Қызылжар ауданы әкімдіктерінің ойыншылары тоғысты. Бұл матч ауылдық команданың пайдасына шешілді. Шаһар басшысы Марат Тасмағамбетовтың сөзінше, мұндай жарыстардың басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау. По инициативе акима области Кумара Иргибаевича Аксакалова. Облыс әкімі Құмар Иргибайұлының бастамасымен бұл турнирді ұйымдастырдық. Жарыс дәстүрге айналады деп ойлаймын. Қаламызда спортқа көп көңіл бөлінеді. Аулаларда футбол және хоккей алаңдары салынып жатыр. Биыл теннис орталығы ашылады. Барлығы тұрғындарды спортқа тарту мақсатында жасалынып отыр. Саясат пен спорт бір-біріне ұқсастығы жоқ салалар. Дегенмен бұл ұғымдар бір-бірін толықтырып қана қоймай, алдағы жоғары белестерді бағындыруға итермелейді. Бұған біз тартысты ойындарды тамашалай отыра көз жеткіздік. Алғашқы 4 әкімдіктің бәсекесінде облыс әкімдігі жеңімпаз атанса, 2-ші орын Мамлют ауданы, 3-ші тұғырға Қызылжар ауданы көтерілді. Турнир кестесін қала әкімдігі қорытындылады.